Алдыңғы видеода мен казактар кімдер, олар қалай құрылды деген сұрақтарға жауап бердім. Ол видеоны сіз описаниедағы сілтемеден көре аласыз. Ал бүгінгі видеода мен 4 казак әскері туралы айтатын боламын. Ендеше кеттік. Орынбор казактары. Орынбор казак әскерлері 1748-1755 жылдар аралығында құрылды. Олардың жайық казактарынан айырмашылығы өз беттерімен емес, патша үкіметінің бастамасы бойынша арнайы мақсатпен құрылды. Орынбор казактарының негізгі ұйқастары Самара, Уфа, Алексеев және Есет казактары болды. Олар шекараны қорғау күзетінде қызмет етті. Бұл әскер өзінің құрама жағына көп ұлтты еді. Орыстардың басым болуымен қатар, оның құрамына украин, башқұрт, қалмақ, тағы да басқа халықтардың өкілдері енді. Орынбор казак әскерлері Орынбор губерниясының оңтүстік және оңтүстік-шығыс шекараларында орналасып, осы өлкенің шамамен 4/1 бөлігін алып жатты. 1840 жылы Орынбор казак әскерлері туралы ереже шықты. Ол бойынша Орынбор казак әскерлерінің жерінде тұратын барлық шаруалар казактар тобына қабылданды. Бұл казак әскерлері өзінің ұйымдастырылуы жағынан тұрақты орыс әскерін жақын келді. Орынбор казактарының қатарына Ставрополь қалмақ әскері келіп қосылды. Орынбор казак әскерінің орталығы Орынбор қаласында орналасты. Казактар негізінен селолық жерлерде қоныстанды. Қалаларда казактардың небәрі 2% тұрды. Орынбор казактары негізінен егіншілікпен, мал өсірумен, балық аулаумен айналысты. Казак әйелдері ешкінің түбінен түрлі орамал тоқыды. Бүкіл Ресейге және одан тыс жерлерге кеңінен танымал болған Орынбор шәлісі, орамалы, бүкебайы, бетперделері және қолғаптары солардың қолымен тоқылған. Орынбор казактары өзінің күнделікті өмірінде казак халқымен ұдайы араласып тұрды. Казак әскерлерінің аумағындағы жалға алынған жерлерге қазақтар көшіп қонып жүрді. Сібір казактары. Сібір казактарының негізін әскери қызметіндегілер құрды. Олар 16 ғасырдың аяқ кезінен бастап Сібір әскери бекіністерінде күзет қызметін атқарды. 18 ғасырда Батыс Сібірдің оңтүстігінде бірқатар шекаралық бекініс қамалдар бой көтерді. Сібір казактары 18 ғасырдың аяғына дейін Сібірдегі орыс шаруаларының есебінен толығып отырды. Казактардың қатары солдаттардың ер жеткен балаларының саяси жер аударылып келгендер мен башқұрт, мишарияктар және дон казактарының есебінен де толықтырылып отырды. 1808 жылы Сібір казактарының Сібір шекара шебінің казак әскері деген ресми атқа ие болды. Әскердің штабы Омбы қаласында орналасты. Олардың әскери атаманы Батыс Сібір генерал-губернаторына, ал кейінірек Дала өлкесінің генерал-губернаторына тікелей бағынды.